Достар, біз қалай сапарға шығамыз? Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be. Осыны біз бүгін өздеріңізбен бір шет жағасын көрсетіп, бір таныстырайық деген ниетіміз бар. Көлігімізді білесіздер, бұл менің көлігім, сапарға арналған. Орысша айтқан кезде доработали дейді ғой, жаңағы алып салатын дүниелері. Жақында бампер дайын болады. Мына бамперді кесетті, пластигін темір бампер қояды. Болмаса алып тастай ма сондай. Сөйтеді, мына жер темір ғой. Алып тастап, мына жерге лебедка қояды, тартатын. Құдай қаласа, не үшін? Оны мен айтатын, құдай қаласа, келесі серияда айтамын, өйткені не үшін салғанымда. Мен алдында ID салмай жүргем, өйткені ауыр салмақ болады. Өзі көлік өзі ауыр, өйткені артқы багажында артқы бампері темір. Бұдан қатты ауырлатпай қойыншы деп жүргем. Енді бірақ салу керек болып тұр, өйткені лебедка керек. Лебедка сол кейін айтамын, не үшін екен. Көлікке кейін келеміз, достар. Енді біз көлікке не саламыз? Сапарға не алып жүреміз? Көптеген адамдар білмейді. Менен соның шет жағасын ғана сіздерге көрсетем, достар. Кейбіреуін көрсетем. Айтпақшы, реклама арасында тығып жіберейік, жарнама. Мына көлік сатылады. Қазір шаң басып тұр. Ешкім айдамайды. Бұл айтқан кезде үйдегі артық көлік, соны сату керек болып тұр. Кімге бұл көлік келеді? 23 жылғы Sonata предмаксимальный комплектация жағдайы өте жақсы. 3 жылда 80 мың ғана жүрген. Көп айдамаған. Қыстық, жаздық дөңгелектері бар. Әне, дөңгелектері бәрін береміз. Шаң басып тұр, өткенде жуып қойып едік. Астында тұрғаннан кейін енді шаң басып тұр. Ал енді келесіне келейік. Қараңыздар, мына шет жағасы ғана мына айналдырып көрсет бірінші. Мынау менің сарайымның, складымның бір 50% ғана алып шықтым. Өйткені кейбіреуі қайталанады. Өйткені мысалы бір спальник емес, менде 4-5 спальный мешок. Мысалы, мынандай спальный мешокты менде 4-5 спальный мешок. Өйткені біз сапарда жүрген кезде жаңағы қалыңы бар, жұқасы бар дегендей, жолдас баланкі бар. Негізі менікі. Бірақ біз сапарға шыққан кезде мен бір 2-3-ін артығымен алып шығамыз. Қазақпыз ғой, қалыңдап тұрып, астымызды жаңа төсеп аламыз. Не болса, кем дегенде біреуін алып жүрем, атпен шыққан кезде. Міндетті түрде мынандай газ баллон керек. Газ баллон емес, газ пеш. Бұл жаңағы бір жақсы жері. Бұл мынандай пешке де келеді. Болмаса, переходник арқылы мынандай кішкентай баллонға да келеді. Сөйтіп өзінің жаңағы жандыратын бар. Осылай басқан кезде от лап ете қалады. Өте жақсы. Өткенде Зайсан көлінде, Алакөл көлінде біз осыны пайдаландық, балық қуырдық. А мынау, енді газдардың бәрін айтып бітірейін. Мынау газовый пеш. Бұл адам палаткада күн суықта қосып қойсаңыз, палаткаларыңыз жылып тұрады. Және мына газ баллон. Осындайдың бір екеуі бар. Одан ары тағы да сапарға не керек? Сапарға әлбетте бұл спальный мешоктен кейін каремат керек. Каремат дегеніміз ол мынандай
полистер дей ма, мынандай не ғой, арасында ауа бар, сондай бір жұмсақ материал, астыңа төсеген кезде астындағы сыз, не суық, не жылу өтпейді. Өте жұмсақ, керемет. Бұл жаңа бір жерге барып төсеп қойып, соның үстіне жаңағы спальный мешок төсеп қойып дегендей жатасың. Болмаса мынандай 2-3 адамдық не бар. Сосын міне 3 адамдық спальный, бұл өте сапасы жақсы, және де кішкентай, көрдіңіздер ме? 3 адам сият. Бұл андай атпен сапарға шыққан кезде өзіңмен бірге алып аласың. Немесе көлігіңе бір жеріне салып қойсаң, орын алмайды, және де жеңіл. Бұл палатка кәдімгі. Ішіне барып ұйықтайсың. Одан кейін тағы мынау жаңа дәу каремат болса, мынау кішірек каремат. Осындай жиналады. Бұл байқұс не көрмеді? Мына жердің күйген жері бар, тамақ пісірген кезде. Бұл не көрмеді? Бірақ мына көрдіңіздер, бір шеті андай жылтырда суық өтпейді. Не мына үстіне жатсаңыз, сіздің денеңіздің су ыстығы өзіңізге ғана қайтарып отырады. Өте керемет дүние. Мынау болса, орысша айтқан кезде надувной матрас. Надувной матрас, және жастық бар бөлек. Мынау жастық өрленеді. Жастық болады, мынау надувной матрас, сама надувной жібересің, өзі жайылады, ауа кіреді. Сөйтіп, жаңағы астың жұмсақ, әдемі осы палаткада жатсаң болады. Болмаса, жәшін дем алып, көлігін қойып судың жағасында дегендей, астынан сыз өтіп кетпес үшін. Осындай дүниелер бұл кем дегенде мынау палаткіші сырты деген. Енді денсаулыққа байланысты мынандай менде аптечка бар. Бұл жаңағы кейбір дәрілер, мынау бинт, марлы. Бұл біреу бар, және де көлігімде тағы біреу бар. Ол ең бірінші керек ау деген жағдайда пайдаланамыз. Баяғыда білсеңіздер, былтыр біз хан тәңіріне бара жатқан кезде, мүмкін сол нәрсені сізге қысқартып көрсетіп жібереміз. Хан тәңіріне бара жатқан кезде біз бір рет жолда бір мотомен бір жігітті көріп қалдық. Мотосы қасында тұр, өзі отыр, жатыр былай айтқан кезде. Қасынан өтіп барып, ойладық, жай адам демалып жатқан шығар енді деп жайлауда. Қасынан әшейін бипылдатып, бүйтіп амандасып өтіп баратсақ, ол тоқтаңдар дейді. Сөйтсек, барып амандассақ, таудың қысымынан бас айланып, мотоны жүргізе алмай қалған ғой. Сол кезде біз дәрі қобдишасын ашып, керек дәрін беріп, содан астыға қарай мотоны, біздің арамыздан бір жігіт айдалатын, сол айдап түсті, біз астыдағы бір қойшының, малшының үйіне апарып тастап кеттік ол жігітті. Сонымен сауабын алдық былай айтқан кезде. Сол үшін міндетті түрде қобдиша керек. Енді мынау не дейсіздер ғой? Алба, жұлба, осындай, мысалы жасыл түрі, тағы да песчаный дейді, құм түсті, сар түсті тағы біреу бар. Бұл не үшін? Бұл мынандай жайылған кезде мынандай не болады ғой? Мен бәрін ашуға қазір ерініп тұрмын ішінде керек. Бәрін қайтадан жинау керек оның барлығы. Бұл бір жерге барғанда көлеңке керек болса, төсек қоясың үстіңе. Кәдімгі былай бір жағынан көрінбейді. Болмаса аңшылықта пайдалансаң болады. Көлігін жауып қойсаң болады. Күн тимесін деп. Өте керемет дүние, жеп-жеңіл, көп орын алмайды. Күннен қорғайтын зат. Күннен сосын бар жаңағы маскировочный дейді ғой орысша. Яғни бір нәрсені көрсеткің келмесе, байқатқың келмесе, төсек қоясың. Мынау енді керемет дүние, бұл мен Түркиядан сатып алдым, бірақ осында да бар. 4 адамға арналған персон. Қараңыздаршы, бұл жерде бізде неше түрлісі бар, Қытайдікі бар, Түркиянікі бар. Бұл жерде бір адамдікі, қараңыз, пышағы бар, қасығы, шанышқысы бар. Сонда міне 4-еу. Және де ашасың, 4 несі бар, кружкасы бар, 4 тарелкасы бар. 4 тарелкасы бар. Және мынандай тостағаны бар, және мынау қазан болады. Осындай өзі кішкентай орын алып, өзіңмен бірге алып жүресің, өзі әдемі жиналады. Қараңыздаршы, керемет. Бірінші пышағын қоясың, өзі кезекпен кезек көз. Не деген бас, не деген шаш осыны ұйымдасты.
ойлап тапқан кісілер. Былай бүйтіп қойып қоясың, тық-тық, мына үстін жабасың. Былай. Содан кейін бар тарсылдап жүрмес үшін мына бүйтіп жүргенде айтпақшы мына керек кезде аласында бұл сковородка болады да. Болмаса тарелка болады. Мына резинка, қараңыз, резинканы қалай баспен өліп. Мына жаққа келіп тақ етіп қойып қоясың. Міне керемет, тарсылдамайды. Өзінің несі бар, мынандай. Жауып қоясың. Болды. Жетеді. Керемет дүние. Бұндайдың ыдыстың түр-түрі бар. Енді мынау дейін не дейсіздер? Не пульт? Мынау пульт, мынау свет тұр ғой, бұл енді биік болады. О, 3 метрге дейін барады. Көтерсең тартыла береді. Бұл кәдімгі тоғымен, мынау тоғы бар. Аккумуляторға жалғайым дейсің бе? Көлікке жалғайым дейсің бе? Жалғап, пауэрбанктен аласында кнопкамен светті өшіріп жағып, қай жерге қаратам дейсің, былай дейсің бе, былай дейсің бе, былай бұрам дейсің бе, былай бұрам дейсің бе. В общем, былай айтқан кезде, міне, былай. Жинаған кезде, бәрін бүйтіп аласында бүйтіп жинап, мына қорап, топ-томалақ, тубус дейді ғой, тубустың ішіне мына кіріп кетеді. Бүткіл заттармен. Енді сапарда мынандай канистрлар бар. Бұл жерге обязательно біз су құямыз, бензин құймаймыз. Бензинге бөлек менің канистрларым бар. Ол 4 канистрым бар, кәдімгі дәу-дәу. Кім көрген болса, былтыр біз Бетпақдалада болған кезде, Бетпақдалада сол канистрлармен жүргенбіз. Бензин толтырып, кейін машинамыз өртеніп кетті, бірақ канистрларымыз аман. Мынандай канистрлар бар, тоже суға. 5 литрлік, 20 литрлік. Бұл сапарда өте артық етпейді. Шай ішесің, тамақ ішесің, кейбір жерде су болмай қалады, болса да лас болады. Кем дегенде біз дәрет аламыз дегендей, жуынамыз дегендей. Одан кейін міндетті түрде кілт қобдишасы болу керек. Бұл минимальный. Бұл жерде жаңағы енді менде талай осындай кілттің қобдишалар талай жоғалды шыны керек. Мынау сұрап алады, бірақ енді сапарда алып жүру керек. Сапарда не болмайды. Менің соңғы сапарымда менің 2 дөңгелегім жарылып кетті. Мысалы, біреу боковой порез болды, біреуі ортасынан тас тиіп, дискімді сындырып кетті. Мысалы, ай далада. 2 дөңгелекте жарылды. 2 дөңгелекте жарылды деймін. Боковой. Диск сынып кетті. Бәріне кінәлі бұны тас. Дәу тас. Короче, айдалада қалдық. Бірақ запаска. Не істейміз? Күліктер болмаған кезде ана жерде бір қалатын едік біз. Оның қысқа ролигін сізден осының арасына тіркеп қосып жібереміз. Оны бірақ соткамен түсірдік. Енді оны әйтеуір бар материал болған дүние, сол үшін көрсетіп жүреміз оны. Мынау 2 не дейсіздер ғой? Бұны қазір багажды ашып көрсетем. Бұны менің Талғат ағам деген ағам бар. Қолынан не келмейді анау. Біз айтамыз ғой, көбінесе анау Тұрсынбектің айтқаны бар ғой. Біз бір нәрсені бір ремонт жасататын болсақ, бір нәрсе істететін болсақ, бір қазақ шақырмаймыз, орыс шақырамыз дейді ғой жаңағы. Сөйтіп орыс әдемі істеп береді, оны қадағаламаймыз дейді ғой. Қазақ шақырса қазақтың артынан жүреміз, не істеп қойды, дұрыс істеп қойды ма, бір нәрсені қалай деп уайымдап тұрамыз ғой. Бірақ біздің Талғат ағамыз қолынан бәрі келеді. 2 осындай маған әдейі бочка жасап берді. Қараңыздаршы, мынандай. Бұл немен мынау тарсылдамай үшін. Сосын барып мына обезшумкасы бар. Сосын барып мынандай форма. Бұл форма тура багаждың артына былай салған кезде тық-тық кетіп, мына 2 былай айтқан кезде емкость дейді ғой. 2 шара дейміз ба, не дейміз мынау. Сол екеуі бірдей артына түседі. Сол кезде мына заттардың көбісі ішіне пұк-пұк салынып кетеді. Осындай дүние. Мына біз талай дәуді мынау базардан сатып алатынбыз, тазик. Олардың барлығы неге бір өтірік айтпасам бір 10 шақтысын алып, 10 шақтысы сынып кетті ғой. Суық болады, жерге қойып қоясың, тағырс ете қалады. Болмаса ауыр зат сақ қоясың, көтеріп қалған кезде ручка сынып кетеді, тарс еткізіп. Сөйтіп талай сынған. Мынау әдейі осылай жасатып отырмын. Мынау не дейсіздер ғой, достар? Бұл душ немесе
даланың туалеті. Мына көрдіңіздер ме, мен аяғым ауырған кезде мен өзіме осындай туалет алып жүрдім. Арасын ішіне қойып қоясың, тесігін жасап қоясың, спокойно отыра бересің. Бұл енді жалпы аяқ ауырмаса да, жалпы осылай ертең бала шағамен бір жерге шыққан кезде осыны пайдаланасың. Ішіне қойып қоясың, жауып қоясың. Ей, ана бармай деген әңгіме болмайды да сол кезде. И кейін кетер кезде анау тесіктің бәрін жауып көміп кету керек та. Одан кейін мынандай орындықтарым бар. Тағы да бұл екеуі емес, мына біреу кішкентай, біреу үлкен. Жаңағыдай міне ыдыстардың жартысы осында, міне қазан, бұл жерде де жаңағы сковородка бар, чайниктеріміз бар, неше түрлі көрген шығарсың, неше түрлі дүниені көрген бұл. Сосын мынандай газовый тоже неміз бар. Бұл горелка өте керек. Тамақ пісіргенге, бір нәрсені кәуап пісірсең де, енді өте көп пайдаланасың. Мынандай сізге біз сіздерге айтарым, егер де сіздер жолға мынандай сапарда қолын күйіп қалмасын, ыстық сорпа төгіліп кетпесін десеңіздер, мынандай двойной тарелка деген болады. Двойной дно дейді. Мына арасында ауа бар. Сол үшін ыстық сусындар құйған кезде сіз былай ұстап отыра бересіз. Ыстық сорпа болса, былай ұстайсыз да, енді шанышқымен енді қасықпен жей бересің де. Сол кезде қолым күймейді, өте жақсы. Мен бұны алғаныма 6-7 жыл болды. Осы 4 дана біраз жерге барып келді. Одан кейін мынандай жақсы орындықтар бар. Әсіресе мына темірден болған жақсы. Темір мынау. Пластмасс емес, пластик, алюминий емес, темір. Жиналған кезде осылай көп орын алмайды. Мынандай екеуі бар, тағы да бір 2-3 орындығым бар, кішілеу, үлкендеу. Бірақ сіздерге осылар көрсетіп отырмын. Бәрі темірден. Неге темір? Біз енді өзіміз андай бір арық емеспіз ғой. Бізден де арық еместер болады. Енді оны біреуіне айтпайсың, отырма, ойбай сынып қалады деп айтпайсың ғой. Көрсетіп отырады. Сол кезде бұл сынбайды. Әйтсе көптеген орындықтар бар. Пластик, аяқтары жұқа, олар не жерге кіріп кетеді. Жұқа мынандай болады, жерге кіріп кетеді. Өйткені көп жерлерде біз құмға барамыз. Мыналардың аяғы көрдіңіздер ме? Мынандай ұзынды. Объем көп алғаннан кейін жерге кірмейді. Отырған кезде сынбайды. Біз бұның үстіне тұрамыз кейбір кезде. Сондай достар, бұл кішігірім сіздерге обзор, не алып кетеді деген. Бұның біраз дүниесі қазір көліктің ішінде тұр. Жүріңіздер, көліктің ішінде не бар екен көрсетейік. Мен көлік жаңа дөңгелектер алдым. Өйткені алдыңғы дөңгелектерін бағанаға айтқандай екеуі қатарынан. Біреу боковой порез болды, біреуі дискім сынды, сол үшін жаңа бір дөңгелектер алып қойдым. Бұл ашылған кезде қараңыздар, мына жерге жаңағы суды қоямыз. 20 литрлік ана жерде тұр ғой, соны суды қоямыз, канистраны. Одан кейін күрек, міндетті түрде күрек керек. Және де баспалдағы бар. Баспалдақ не үшін? Көптеген сыймаған заттарды үстіне қоямыз. Ал үстіндегі багажник. Аржан кеш. Бұлай үстіне шыққан кезде, өздеріңіз қарасаңыз, мына үстінде кәдімгідей бір механизм. Мынау көрдіңіздер ме, мынау уже усиленный, қуатталған дейміз бе, багажник. Бұл жерде біраз дүние сияды, және де біраз дүниені көтереді. Жай багажниктер көтере алмайды. Осы жерге Starlink'тің шнуры шығарылған. Бұл бөлек. Starlink білесіздер ғой, мен көп интернетте жүрем. Интернет пайдаланып жүрем. Сол кезде қақ қойдың кезде осы жерге магнитпен жабысады. Starlink. Тұрады, мұны тоқтатыға саласың. Ішінде кнопка бар. Кнопкамен басасың, тоқ мына жаққа келіп тұрады. Ана жерде көрдіңіздер ме? Антенна. Антеннаны көрсетіп жүр. Бұл жерде ішінде рация бар. Рация бар. Бұл менде 4 рациям бар. 4 машинаға беріп қойып, мен бірге 5-ші машинада 5 машина рациямен сөйлесіп кете баратса болады. А мынау не үшін дейсіздер ғой, мыналар. Бұл қазір көрсетем, анау жерде сары бокс тұр.
сол сары боксты осында қойып байлап қоюға болады. Дополнительно заттар салуға болады. Мына жерде достар, міне бұл маркиза деп аталады. Маркиза. Бұл былай шығады 2 метрге. Бұл маркизаның естеріңізде болса, бетпақдалада көрген шығарсыздар. Біз осындай маркизаның ішінде палатканы түсіреміз. Маркиза былайға 2 метрге тартылады. Сосын бар палаткасы бар бөлек. Соны замокпен зық кет. Сөйтіп үлкен бөлме болады. Сол бөлменің ішінде естеріңізде болса, шай ішіп, мен еще сол палатканың ішінде өзім достарыма прикол жасағам. Әйелімнен сұранып деген бар ғой, ана. Көрсетіп жеріміз осы жерде. Алло, Жан? Қалғалай? Звондамаушы едім ғой сен? Мне уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного. Енді не қылам ғой мен? Сағындым ғой, конечно, сағындым. Ой, любовь моя. Жаным свой. Это будет большая чудесная история. Ведь полюбить человека, отвечающего тебе взаимностью, это само по себе чудо. Жоқ, күле бересің. Сен мен жаным екен өтірік емес қой? Изаным сол. Машалла! Любовь моя, морковь моя. Бұлар да біреу ап қой, содан кейін күліп атқан. Изаным сол. Әйелдер еркелету керек қой. Отчет берген емес қой просто. И күнім ау. И жаным жақсы. Я тоже целую. Ассалаумалейкум. Осылай сөйлесу керек әйелдерге. Аужан не болды, жерге қарап қалды ғой. Сағындым мен сіздің көз айтып ұялмыз. Я деп қояды. Сөйтіп жібере сағындым, ойлап өтіп. Қайды звондайым да. Сайтта жанап сағындым маған жазып жіберсін. Сағындым Марков дедім. Өтірік телефонмен сөйлессе осылай. Сол осындай осы палатканың ішінде болған. А мынау екі жақта не дейсіздер ғой? Бұл екі жақта бокс. Бұның ішінде не? Біреуінің ішінде, мен қазір ашып көрсетейін. Осылай ашылады. Бұның бәрі қолдан жасалған. Бұның бәрінің жасаған жаңа Талғат ағамыз. Бұлай алынады. Бұл жерде менің қазір кәдімгідей салмақ бар. 15 килограммдай бар. Не бар дейсіздер ғой? Қараңыздар, достар. Бұл жерде 2 домкрат бар. Мынау 1 домкрат, ар жақта 1 домкрат. Мынау жаңа жел үрлейтін басы бар. Мына жақта камералар бар. Камералар не үшін? Біздің жаңағы алыс сапарларда жүрген кезде, дөңгелектеріміз солай жарылған кезде бізге ауыстыратын кейбір кезде құралдарымыз болмай қалып дөңгелек сол кезде камераны пайдаланамыз. Мына жерде клейлеріміз бар. Қараңыздар. Клей, мына жерде латка дейді, білесіздер. Шопыр адамдар біледі. Латка, кіші, орташа, үлкені бар. Қараңыздар, үлкені бар. Енді құдай басқа салмасын, не кемейді бастың үстіне. Мына жаңа шнур, бұл шнур жаңа капоттың қазір ашып көрсетем. Бұл өзінің машинаның ішінде кәдімгі желім дейтін несі бар. Поршындары бар. Іздеп жүрмейсің, желімдегіш қайда деп. Осының бәрін осы жерде алып жалғайсында. Керек жерде, мысалы, дөңгелектің бізге желін шығару керек болады. Мынандай құмды жерде, бататын жерлерде бар ғой. Желін шығарып жібересің. 1-2, 1-5 қылып, 1-3-ке дейін шығарып, ең бастысы дисктен разболтовка дейді ғой. Сондай болып кетпеу керек, ана дөңгелек
ауасы шығып кетпеу керек. Соны жаңағы бататын жерден шығып кетуге болады. Желін азайтып. Сен қайтадан желін үрлеу кезде жаңағы нені жалғап, желді үрлеп қоясың. Міне сондай мынау ТРД деп мына осылай жасатқанбыз. Ал екінші бокста, мына бокста бұл жерде тростар. Кәдімгі ана усиленный тростар. Бұлар тростар обычно не ғой? Қатты болады да. Олар созылмайды. А бұл созылатын тростар машинаны ырғып жұлып шығарған кезде үзілмейді. Басымыздан талай өтті. Ашып көрсетейін. Артта не бар екен? Осындай жаңағы айттым ғой, артқы бамперіміз бар, темір. Бұл темір болған өте пайдалы. Үстіне шығасың, кәдімгідей. Свет жанып тұр. Мынау енді ерекше. Мына жерден қараңыздар, достар. Полигі бар, бөлек. Поликтің астында не бар дейсіздер ғой? Поликтің астында кішкентай балта да бар. Домкраттың заттары бар. Арқан бар. Мына жерде өзінің тағы бір домкраты бар. Міне. Мына жерде арқан, жіп. Мынау Мир автосумок деген жігіттер бар. Осын жасайды. Бұны жасатқам арнайы тапсырыспен. Міне, ішінде тоже тағы да газ баллон басы бар. Міне, ішінде тағы екі газ баллон бар. Міне, ішінде тағы бір бұл қалада жүрсем де бұлар жүреді ғой менімен біргеш. Байқұстар. Шықпайды. Мына ішінде тағы бір аптечка бар, жаңағы дәрі қобдишасы бар. Мынау да аптечка. Енді жолда біздің басымыздан не өтпеді. Сен алғашқы тұртсайсыз. Міне, яқта да газ баллон, екі газ баллон бар. Мынау жасайтын, тамақ жасайтын бар. Бұл да аяқ астынан бір шықпағансаң бір жерге. Даже мына медеуге шықпасаң да, сен любой момент аласың да ерінбей ашасың. Тоже керемет жасаған дүние. Ашасың. Ішіне газ міне, қараңыздар, достар. Мынаны аласың, мысалы. Любойын аласың, мынау ма? Мынау ма? Мысалы, мынаны кішірегін алайық. Кәдімгі бұрайсың. Газ барды. Аласың, қоқ қоясың. Пожалуйста. Тамағын жасай бересің. Қақпағын қоқ қоясың. Пожалуйста. Мына жерде не бар дейсіздер ғой? Бұған кәдімгі поле чудестегідей. Откроем ящик. Мына жерде міндетті түрде прикуриватель керек, бізге. Ол сен қаласаң да, қаламасаң да, сенің аккумуляторың отырмаса да, біреудің аккумулятор отырып қап, керек болып қалуы мүмкін. Сол үшін мынандай российский мен алғам. Өте жақсы, сапасы мықты, ұзын прикуриватель. Обязательно аккумулятор зарядтаған болсын, біреуге бір көмектесіп жетсең де, сенде барлық дүние тұру керек. Мына жерде де қараңыздар, ыдыс аяқ бар. Шай, қазақ шайсыз бола ма? Қант, газ, пакет, мусорный пакет өзіміз бөлге алып жүреміз. Барған жерімізде мусорды осындай пакетте салып, өзіміз жерге алып кетіп отырамыз. Егер де үйде әйеліңмен ұрысып қалсаң, машинаға отырып кетіп қаласың ғой, короче. Кеттім мен деп. Барып бір жерге барып, шай ішіп отырасың ғой, короче. Енді қазір осында бағанағы екі біздің емкістіміз қайқа салынады деген көрсетеміз. Ал мынау не үшін керек дедіңіздер ғой? Екі жәшік. Екі жәшік міне былай. Аласы да міне жаңағы багаждың размерімен затын саласың, қоқ қойдың. Екіншісін аласың, қоқ қойдың, міне. Екеуін қараңыз, міне. Біреу кішкене төмендеу, біреу үлкендеу, что бір-біріне килігіп тұру үшін. Және үш обе шубка бір-біріне. Біздің жолдар енді бәрі тегіс емес қой. Әсіресе біз жаңағы тас жол жоқ жерде жүреміз ғой. Сол кезде мынау тарсылдамайды. Мынау менің үлкен сары жәшігім. Бұл кәдімгі ашылады.
Бұның ішінде де қазір біраз заттар бар. Естеріңізде болса, мен жаңағы бетпақталарда болған кезде осы үлкен жәшігім болды. Ішіне осылай домкраттар, керек заттарды осыны салам. Үлкен жәшік. Бұл егерде алыс жолға шыққан кезде симай жатса, төбесіне қоямын, машинамның төбесіне. Сөйтіп алып шығамыз. Достар, міне осындай кішігірім сіздерге обзор. Енді көліктің бір ішінде не бар екенін көрсетіп жіберейін, Ал міне жаңа айтқандағыдай, егерде сумкаларға салонның ішінен бір нәрсе алу керек болса, міне замоктар тұр. Замоктармен ол ішінен тұрып ала беруге болады. Мына әдейі тіктірілген, негізі кожа ғой, былғары. Былғары болса да, мына жерде мынандай қалталар бар. Мына 3 қалта, мына жерде дәу қалта бар. Бұл жерде не жоқ дейсіздер ғой. Ой, мына іздесең, 1-2 удостоверение, 1-2 права табасың ғой ішінен. Мына жерде андай зарядка, Type-C, мына жерде андай iPhone, бір нәрсе қараңыздар. Ой, тонкий, толстый деген бар ғой. Барлығы осындай. Міндетті түрде мынандай борты бар. Борты бар, төгіліп кетіп, қар болады. Балық тасысаң, балықтың қаны бар, басқасы бар, ағып кетеді. Сол үшін осындай поликтер болу керек. Мынау бір жақсы жері, мынау қараның аласында жуып тастайсың. Өте ыңғайлы. Қараңыздар, міне ішінде әлі осындай бір шлепкаларым да бар. Неге? Алысқа сапарға шыққан кезде аяқ терлеп, ыңғайсыз болмас үшін осындай салып қоямын. Міндетті түрде мынандай перчаткалар болады. Ол енді нан сұрамайды, көліктің ішінде тұрған жақсы. Ал енді көлігімнің алдында не бар десеңіздер, көлігімнің алдында бағана көрсеткен рациям бар, істеп тұр. Ол мысалы қосасың. Өзінің осындай сөйлейтін несі бар? Микрофон дейміз. 1-2 деп. Қалған 4 рация бар, сол 4 рацияға таралады. Ол керек емес кезде өшіріп тастайсың. Мынаны мешеттамасын деп, өйткені оны бір жерге қоясың, салбырап тұрады. Бұны алып тастауға болады. Аласында артқа қоя саласың. Міндетті түрде мынандай, бұл жерде де мен дополнительный, мынау менің охотаның лицензиялары былтыр пайдаланған. Міндетті түрде осындай бокс органайзер жасатқам. Мынандай даже зажигалкада бар. Біз анау өзіміз темекі шекпегеннен кейін ойлаймыз, оттық керек жоқ деп ойлаймыз. Негізі оттық керек. Темекі шекпесек те көп жерлерде біз оттық таппай қаламыз. Сол үшін көлікке қойып қойдым. Осындай бір органайзер, бұл мен жасатып сатып алғам. Және де тағы бір керек дүние, ол мынандай жел үрлегіш. Бұл да өте керек. Вентилятор ғой. Бұл не үшін керек? Анда бір керек кезде мына шашлык, кебаб жасаған кезде соның ауа райын, соны отты қыздырғанға өте жақсы көмектеседі. Болмаса, мынандай бір шаңдарды аласында. Шаңдарды шығарып өте пайдалы дүние. Өз кішкентай орын алады. Маленький да удаленький деген. Сосын міндетті түрде, достар, мынандай не керек? Көлікте тұрған жақсы. Бұл мультитул деп аталады. Мультитулда плоскогубцы, пышақ, енді біраз дүние бар. Пышақ өте өткір. Қазір байқау керек, өте өткір. Мынандай пышақтар бар, мынандай біз сияқты ілетін нәрселер бар. Мына жерінде жаңағы қайшысы бар. Енді дүние көп. Бұл мультитулдан басқа ручкасы бар, кішкентай. Және де мынандай кішкентай фонарик бар. Бәрі жанады, бәрі істейді. Бұл барлығы былай айтқан кезде көліктің керек жерінде тұру керек, достар. Мына жерде енді мен дополнительно жаңа руль қойдым. Бұның подогреві бар, міне. Рульді жылытады. Мынау жаңағы кнопка Starlink'ті қосады.
басасыз, Starlink төбеде болса төбеден жатады. Ал мынау не кнопкалар дейсіз ғой, мынау оң жақтағы свет, мына алдыдағы свет мысалы жанып тұр мысалы. Мынау қара алдыдағы көрініп тұрған шығарсыз достар, алдыда. Мынау сол жақтағы свет, оң жақтағы свет, мынау артты. Осының барлығы былай айтқан кезде әдейі қойылған. Не үшін? Қараңғыда болған кезде жан-жағыңды көру үшін мал іздейсің. Сол кезде малды ол қайда еді деп жүрмейсің ғой. Свет жағып қойсаң, жан-жағың жарық болады, бәрін көріп жүрсің. Сол үшін достар, кішігірім осы сіздермен бір осы обзор көрсетіп, айтпақшы нені көрсетіп жіберейін. Бұл жерде кәдімгі 4 объемдық мотор тұр. Көріп тұрсыздар, бұл сатуға арналмаған, жуылмаған, кәдімгі тауға тасқа шығудан көріп қой. Мына жерде мына компрессорды көрдіңіздер ме? Қақпағы бар. Осы жерде жаңағы мынау осы жерге бағана көрсеткен шнуты қоясыз, жел үрлене береді. Сіз уайымдамайсыз, қай жақтан мен жел аламын, қай жерден мен дөңгелегімді желге толтырып аламын деп ойланбайсыз достар. Осындай бір көлігіміз бар, Аллаға шүкір. Жапондықтар қазақтарға арналып шығарған ба деп ойлайсың Toyotаны. Енді әр адам әртүрлі көліктерді мақтайды ғой, біреулер Nissan Patrol, Pajero, болмаса Gelenwagen, тағы да басқаларды айдайды ғой. Енді негізі жаман машина жоқ негізінде. Бірақ жаман айдай алмайтын шопырлар бар. Сол үшін достар, мынандай сапарда жүрген кезде осындай заттарыңызды мейлінше түгендеп, мейлінше барын алып жүрген дұрыс. Бірақ сүю үшін осындай кішкене жылдар бойы тәжірибе керек. Менің тәжірибемде, менде бұндай жол талғамайтын көліктің бір 5-6 болды. Мен тоқтағаным осы бұл әзірге. Егерде болашақта кейбір реклама, жарнама берем деушілер болатын болса, мүмкін бірге жұмыс жасаймыз. Оғанда ашықпыз. Өйткені біз көп сапарға барамыз, көп биыл Қазақстанда Құдай қаласа біраз жерді тағы да аралаймыз, сіздермен бөлісеміз, көрсетеміз. Егерде жарнамаға кім атсалсам десе, болмаса өзінің бір ұсыныстар болса, онда біз ашықпыз, бірге жұмыс жасауға дайынбыз. Сіздердің рекламаларыңызды қоямыз, жарнамалаймыз. Сөйтіп, еліміздің көрікті деген жерлерін өздеріңізбен бірге бөлісіп, халқымызға, анау Дубайға, анау Стамбулға, анау бір Малайзияға, басқа да елдерге барып аралағанша, өзіміздің еліміздің күшті керемет табиғатын бірге аралайтын боламыз. Сол үшін арнаға тіркеліңіздер, осы біздің комментарий жазыңыздар, сұрақтарыңыз болса айтыңыздар, тағы да не көрсетейік. Мен ойлаймын, Құдай қалса, болашақта сіздермен бірге біз енді экипировка дейді ғой, киімдерін, үлгілерін, аяқ киім, сол үлгілерді өзіңізбен бірге табып бөлісіп көрсетеміз. Не алып, қандай киім киіну керек екен бөлісеміз. Орысша бұндай контент көп, бірақ қазақша жоқтың қасы. Соны біз өзіміздің тәжірибемізбен сіздермен бөлісіп жатырмыз достар. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар, барынша жауап беруге тырысамыз.